Ертеде шал мен кемпір болыпты. Бірде шал, Әй, кемпір, бүгін маған дәмді бауырсақ пісіріп берші. дейді. Оның біткені қашан, бауырсақты неден жасаймын? Қаптың түбін қағып, орнын сыпырсаң, ұн жиналып қалар. Депті сонда шал. Кемпір қаптың түбін қағып, төгілгенін сыпырып, ұн жинайды. Оған қаймақ қосып қамыр илейді. Содан бауырсақ пісіріп, оны терезенің алдына суытып қояды. Жата-жата жалыққан бауырсақ терезеден жерге домалап түсіп, кемпір мен шалдан қашып кетеді. Домалап келе жатып ол қоянды кезіктіреді. Қоян бауырсаққа Бауырсақ, бауырсақ, мен сені жеймін. дейді. Жоқ, мені жеме. Мен саған өлең айтып берейін. Апамнан да қаштым, атамнан да қаштым, сенен де қашып кетемін. Деп бауырсақ домалай жөнеледі. Қоян аң-таң болып жолда қалады. Бауырсақ орманда домалап келе жатса, алдынан сұр қасқыр шыға келеді де Бауырсақ, бауырсақ, мен сені жеймін. дейді. Жемеші мені қасқыр, мен саған өлең айтып беремін. Апамнан да қаштым, атамнан да қаштым, қояннан да қаштым, сенен де қашып кетемін. Бауырсақ домалап кете барады. Сол домалаған қалпы ол қорбаңдаған аюға жетіп тіреледі. Бауырсақ, бауырсақ, мен сені жеймін. Дейді аю ақырып. Тоқтай тұр, аю, одан да менің әнімді тыңда. Апамнан да қаштым, атамнан да қаштым, қояннан да қаштым, қасқырдан да қаштым, сенен де қашып кетемін. Деп жолын жалғастырады. Осылайша бауырсақ аюдан да құтылады. Аңқау аю аузын ашып қала береді. Алаңсыз домалап келе жатқан бауырсақ енді у түлкіні кезіктіреді. Бауырсақты көріп қуанып кеткен түлкі: «Бауырсақ, бауырсақ, қандай сүйкімді едің? Мен сені жеймін», дейді қулана. Жоқ, мені жеме, мен саған өлең айтып беремін. Апамнан да қаштым, атамнан да қаштым, қояннан да қаштым, қасқырдан да қаштым, аюдан да қаштым, сенен де қашып кетемін. Деп әндете жөнеледі. «Әнің жақсы екен», дейді қу түлкі. «Бірақ менің құлағым дұрыс естімейді. Тұмсығыма шығып, өлеңді қайта айтшы, жақсылап тыңдап алайын». Мақтау сөзге қуанған бауырсақ түлкінің тұмсығына домалап мініп, әндете жөнеледі. Апамнан да қаштым. Сол ақ екен, қу түлкі оны ап деп жеп қояды.